Балалар. Отырыңыздар. Қане, бірінші тақтаның алдына шығып, бір-бірлерімізге бүгінгі көңіл күйлерімізді білдірейік. Тақтаның алдына шығайық. Бүгінгі сабақ бойынша бір-бірімізге жақсы тілек айтайық. Жақсы сөз, жарымыз тілек. Ал, Қане. Жаңбыр, бүгінгі күнің сәттілікпен өтсін саған. Бүгінгі күнде жаңағы армандарың орындалсын деймін. Және де сабаққа белсенді қатысу тілеймін. Сире, бүгін саған сабаққа сәттілік тілеймін. Осы сабақта жақсы бал алуына тілектестім. Сен бүгінгі күніне сәттілік және жақсылық тілеймін. Бүгінгі сабаққа қатысып жоғары бал алу. Сен бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін және бүгінгі сабақта қызығушылықпен қатыса білуін тілеймін. Рахмет. Талғат, бүгінгі күнге саған сәттілік тілеймін және де жақсы бал ал. Мақсан бүгінге сәттілік тілеймін, жақсы бал ал. Бүгінгі күнмен сәттілік тілеймін, жақсы бал ал. Рахмет. Нұрболат, саған бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін, жақсы қатысып белсенді қатыссын. Сабаққа саған сәттілік және абыроймен өткізуіңе тілектеспін. Нұрсей, саған бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Сабаққа жақсы қатысып, жақсы бал ал. Ақшапай, бүгінгі сіздің сабағыңызға сәтті өтсін деймін. Жақсы, рахмет. Жақсы балдар, осындай жақсы тілектермен, жақсы сөздермен бүгінгі сабағымызды бастайық. Жақсы отыра қояйық. Бойдан бірден топқа бөлініп алайық. Үй тапсырмасын тексеріп жіберейік, кәне. Үйге не берілді? Жақсы, бірінші топтан үй тапсырмасын оқып жүріңізші, үй тапсырмасын тексеріп жіберейік. Екі қойды шашылған x қосылған 3 шашыра болған x алынған 7. Симулар x қосылған 24-те x алынған 6. Осыны ақшанды алған кезде минус x квадрат қосылған 23x алынған 137 тең 0 деген квадрат теңдеу шықты. Осыда a тең минус 1-ге, b тең 23-ге, c тең минус 132-ге. Осыда дискриминант 1-ге тең 1 0-ден үлкен, яғни одан 2 түбір шығады. Сонда x1 11-ге, x2 12-ге тең. Құрыс балдар? Жақсы, отыра қой, жақсы. Келесі, екінші топтан. Екінші сетті. Оқып жіберемізді, тексерейік. 2 азайтылған 5x бөлінген 10x азайтылған 5 тең болады 5x бөлінген 3 азайтылған 5 деген. Сенде дошан ретінде бізде минус 25x квадрат қосылған 6 тең болады 0 деген 9x квадрат теңдеу шықты. Және де бізде x1 2 ол тең болады түбірасындағы 25-тен 6 ол тең болады плюс минус 5-тен түбірасындағы 6. Дұрыс па балдар? Жақсы. Келесі, үшінші топтан оқи қойыңыздар. X қосылған 1 көбейтілген x алынған 1 тең x алынған 2 көбейтілген 3x алынған 7. Бұдан аşağıda келе x квадрат алынған 1 тең 3x квадрат алынған 6x алынған 7x қосылған 14. X квадрат алынған 1 алынған 3x квадрат қосылған 6x қосылған 7x алынған 14 тең 8. Бұдан аşağıda келе минус 2x квадраты қосылған 13x алынған 15-тен 0. A коэффициент минус 2-ге, B коэффициент 13-ге, C коэффициент минус 15-ге тең. Дискриминант 49-ға тең. Бұдан 2 түбір шығады. x1 1/5-ге, x квадрат 5-ге тең. Дұрыс балдар? Жақсы. Үй тапсырмаларын жақсы орындауға жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз, бүгінгі күннің жарысын жазамыз. Кәне дәптерлерімізді жасайық. Бүгінгі күннің жарысын жазайық. Бүгінгі өтетін сабағымыз. Сабақтың тақырыбы келтірілген квадрат теңдеу және Виек теоремасы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары. Келтірілген квадрат теңдеу анықтамасын білу, Виек теоремасын қорытып шығару және Виек теоремасына кері теореманы қорытып шығару. Оқу мақсаты. Келтірілген квадрат теңдеу анықтамасын білу керек. Квадрат теңдеуге Виек теоремасын байланып, кері теореманы байланып қолдануымыз керек есеп аласыздар. Жақсы, жазып қояйық тақырыпты. Енді бірінші біздер алда өтілген тақырыптар бойынша қандай теңдеу квадрат теңдеу деп аталынады балдар?
Кәне, кім айтады? Қандай теңдеу квадрат теңдеу деп аталды? Құрамында квадраты бар теңдеулер. Дұрыс айтасың, құрамында квадраты бар теңдеулер. Келесі, квадрат теңдеудің қандай түрлерін білеміз? Жақсы, толымды және толымсыз. Қандай теңдеу толымсыз деп аталынады? Яғни бір коэффициент. Бір коэффициенті 0-ге тең болса, толымсыз. Жақсы, әрмен қарай. Квадрат теңдеудің неше түбірі болуы мүмкін? 2 түбірі болуы мүмкін, екі түбірі болуы мүмкін, немесе шешімі жоқ болуы да мүмкін. Оның барлығы неге байланысты? Дұрыс айтасың, дискриминантқа байланысты. Дискриминант дегеніміз не? Жаңа коэффициенттерді қосылу немесе көбейтудің барысында шығатын дискриминант формуласы, коэффициенттерге байланысты формула. Дұрыс айтады. Квадрат теңдеудің түбірлерінің формуласын жазып көрсет. Түбірлерінің формуласы қалай болады? X тең болады минус V қосылған Дұрыс айтасыздар, жақсы. Келесі, қандай жағдайда квадрат теңдеудің екі түбірі болады? Дұрыс айтасың, Мағжан. Дискриминант 0-ден үлкен болса. Ал дискриминант 0-ге тең болса, квадраттың неше түбірі болады? Бір ғана түбірі болады. Бір ғана түбірі болады. Қандай жағдайда теңдеудің түбірі болмайды? Дискриминант. Теріс сан болғанда түбірі болмайды. Жақсы, өтілген тақырыптар бойынша біздер өз білімімізді тексердік. Келесі, мынандай теңдеуді қарастырайық, балдар. Бүгінгі тақырыбымыз. Жалпы жағдайда ax квадрат қосылған bx қосылған тең болады 0 теңдеуінде a коэффициент 1-ге тең болса, онда ол келтірілген квадрат теңдеу болып табылады. Және де ол мына түрде жазылады. X квадрат қосылған px қосылған q тең болады 0 түрінде жазылады. Бұл жағдайда x1, x2 түбірді қалай тауып алуға? Минус p бөлінген 2 қосылған түбірдің астында p бөлінген 2-ның квадраты алынған q түрінде жазып, бірден бізде дискриминант таппай, бірден 2 түбірін тауып алуымызға болады. Енді қараңыздар. Мысалы, x квадрат алынған 8x алынған 84 тең болады 0 деген келтірген квадрат теңдеу берілсін. Осының мына формула бойынша x1 және x2 бойынша бізде жазып көрсетейік. Минус p бөлінген 2 дейді. Бізде p-мыз неге тең? Қандай 8? Минус 8-ге тең. Соны 2-ге бөлсек, неше болады? 4 плюс минус түбірдің астында p бөлінген 2-ның квадраты дейді. P-мыз неге тең еді? 8-ге. Минус 8-ге. Оның квадраты 8-ге. Оны 2-ге бөліп жіберемін, неше болады? 4. Оның квадраты 16. Алынған q болып керек. Неге мынарада қосылған 84 болып кеткен? Себебі 84-дің алды минус, сондықтан мынара плюс болып кетеді. Сол кезде 16-ға 84 қосылып, түбірдің астында неше болады? 100 болады. Сонда 4 плюс минус неше болады? 100-ден 10 шығады, 10 болады. Сонда x1 түбіріміз 4 қосылғаны 10, яғни 14-ке тең. x2 түбіріміз 4 алынғаны 10, ол минус 6-ға тең. Енді балдар, теңдеулерді шешіп, мына кестені толтыруымыз керек. Кәне, әр топ бір-бірден теңдеуді алайық. Әр қайсымыз мына кестені толтыруға тырысайық. Дұрыс па екен? Тақтамен тексерейік. Тақтамен тексерейік. Дұрыс па? Сонда сен мынарада 39 демеу керек. Не деу керек? 3 көбейтілген минус 13 деуім керек. Енді балдар, қазір оқулықпен жұмыс қылады. 255 есепті тақтаға қарайық. Теңдеудің түбірлерінің қосылысымен көбейтіндісін табыңдар. Қане, 255 кім шығар тақтаға? Қане, тақтаға шығайық. Зереканы бастап. Қане, барлығындай. Орындап отырайық. Сонда
Сонда бізге не сұрайды түбірлерінің көбейтіндісі мен қосындысы. Сонда неге тең болды түбірлерінің қосындысы? Көбейтіндісі 9-ға тең. Отыра ғой, жақсы. Келесі екінші тегіде инабат. Минус 4 болады. Әсел. Міне сендерден осыны сұрақты, қосындысы мен көбейтіндісін сұрақты. Жақсы, отыра ғой. Келесі 256 есепті шығарайық, балдар, қараңыздар. Мына сандар түбірлері болатын квадрат теңдеу құрыңдар дейді. Бекзат. Бекзат шығады. Келесі. Оқып жүрші кәне. Түбірлері минус 3-те 5 болғанда. X квадрат алынған 2x алынған 15 0 болады. Ал, мына істейік. 4 және минус 3 болғанда x квадрат қосылған x алынған 20 тең 0. Жақсы, дұрыс па балдар? Жақсы, отыра ғой. Үйге тапсырмалайық. Үйге 200-28 есеп және 259 есеп қалайық. 228. Сабақ бойынша